Павлодар облыстық мәслихатының депутаттары 2015-2019 жылдарға арналған индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру бағытындағы атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде болып, металлургия және нефтехимия бағытындағы 4 ғылыми өндірістік зертханасын аралап, халықаралық стартап академиясының жұмыс барысын бақылап көрді. Халық қалаулылары Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің индустриалды инновациялық даму жолында жасалып жатқан жұмыстармен танысып, металлургия және мұнай химия бағытындағы ғылыми өндірістік зертхананың заманауи жетістіктерін көзбен көрді. Бүгінгі таңда аталмыш оқу орнының зертханалары мемлекеттік бағдарлама шеңберінде озық технологиялармен жабдықталған. Осы орайда мәслихат депутаттары ғылымды дамытудағы өзекті мәселелердің бар жоғын білу мақсатында арнайы жиналып отыр. Ең бастысы мұнда сол бағдарламалардың плюстары мен минустары дейді ғой, соны баса соларға назар аудару, сосын проблемалар болса проблемаларды анықтау. Жоғарғы оқу орындарына даму үшін қаншалықты қандай мүмкіндіктер жетіспейді. Жергілікті билігі тарапынан, өкілетті билік тарапынан қандай көмек қажеттігін анықтау болып отыр. Сонымен қатар депутаттар аталған оқу орындағы халықаралық стартап академиясының жұмысымен де жіті танысты. Енді олар ғылымдағы өзекті мәселелерді, жоғары технологияларды дамыту бағыты бойынша өтетін комиссияның көшпелі отырысында талқыға салып, шешу жолдарын ұсынатын болады. Өзгеріс Қонар Досымбек Тоқай, ертең форум.